Адамда өндіршек бұғанасының пайда болуы. Адамды балшықтан жаратқан соң, ұлық Алла менің орынбасарымды көрсін деп бар мақұлықтар мен періштелерге, жын шайтандарға әмір береді. Бүкіл тіршілік иесі кезекпен келіп, адамды тамашалайды. Кезек сиырға келгенде, оның құйрығынан ібіліс білдірмей тартып қалады. Сиыр үркіп кетіп, басын сілкігенде, екі мүйізі адамның кеудесіне тиіп, терісін жырып жібереді. Осы соққыдан адамның екі өндіршек бұғанасы пайда болыпты. Адамның кіндігінен жаралып, оны күзетіп тұрған ит сиырға тап беріп қуа жөнеледі. Иттің сиырды көрсе қуа жөнелетіні әлімсақтан басталған екен.